жалпы бұл Шолпан ауылында мектептің аты Ұзынағаш болып қалады деген тұжырымдар шығып жатыр. Енді қалмай жатса тағы да көреміз ғой. Жалпы енді менің құдамның аты берілетін сияқты емес, бірақ та тектоғдастар, тағы да қолдауларыңызды күтем. Мен тым болмағанда осыншама жыл бригадада еңбек етті. Осыншама жыл осы Шолпан ауылында тұрған кезде құдама еңбегі сіңген, омырауы толған, орден ету медалдай деген құдама бір көше сұрап отырмын. Шолпан ауылынан бір адамдардың басында 2-3 көше де бар екен, оның жанында бір көше құдама берілетін ғажайып әділге атан түйенің құрамы емес деп ойлаймын. Енді екіншіден қатын шешетін бұл мәселе емес деймін. Мен мәселе шешем деген жоқпын. Блогер болғандықтан әңгімеден әңгіме шығып отырып салынған видео болды бұл. Енді құданың да ол жерде бір сұрақ тастаған ештеңесі жоқ. Сұрақты мен ғана қойдым, сіздің атыңызға берілсе ғой деген арман. Емшектегі баладан да емшек сұрамаса бермейді дейді. Сұрадық, беріледі берілмейтініне көзіміз жетіп жатқаннан кейін тағы да бір көшенің аты берілсе екен. Бір көшенің аты деген немене осындай қатыр жасаған қарияға деген ойға қалып, осы жерге келгеннен кейін сол бір көшені сұрап отырмын. Тағы да қайталап айтам, еркектің мәселесін еркек шешеді деп, мына ел басында отырған адамдар ғой енді, бұл Үржардың әкім болсын, осы Шолпанның әкімі болсын, ел құлағы келу дейді, осы әңгіме жеткен болатын болса, ойланатын шығар деп тұрмын. Енді Әзербайжан ұлты болса да, бұл кісі қайырлап келген жоқ, алақанын жайып келген жоқ. Өзінің еңбегіменен, өзінің отбасын асырап, өзінің қаншама немере шөберелерін өсірген адам. Бұл жерде Шолпанның ауылындағы оқушыларға да осының көмегі тиді деп ойлаймын. Ұзынағаш мектебі солай қалатын болса, бұл тағы менің құдамның еңбегі. Құдамның атында Ұзынағаш мектебі бар деп мен өзімше тон пішем. Тонды пішпесең, сенді оны тікпесең қалай үстіңе киетін деген әңгіме шығады бұл жерде. Сондай ойда қалып бара жатырмын. Тектоғдастар, қолдаңыздар. Тағы да бір қоштасқан өте қатты ауырып отыр екен, сонда дағы болмай түсіріп алдым. 3-ке дейін тостым, 3-те сол видеолар салдым сіздерге. Қолдап кетіңіздер. Көше тым болмағанда ұят тұрады, ұят тұрған жерде мақсат тұрады дейді, мақсат тұрған жерде ақыл тұрады дейді. Бір көшенің аты берілетін шығар деген ойдамын. Надир Бадалов Надир оғлына бір ат беріледі деп ойлаймын көшеден.